Тамақ ауруы ангина тонзиллитті қалай тез емдеуге болады, сол туралы айтамыз. Тамақ ауруы дене қызуының жоғарылауы, жалпы әлсіздік, тәбеттің төмендеуі және жұтынған кездегі ауырсынумен сипатталады. Тамағыңыз ауырса, бірден антибиотик ішудің қажеті жоқ. Антибиотикті жиі қолдану иммунитетті төмендетеді. Оның үстіне тамақ ауруы көбінесе қоздырғышы бактерия емес, вирус, ал антибиотик вирусқа қарсы әсер етпейді. Бадамша бездерінің операциясы ауыр жағдайларда немесе басқа ем көмектеспеген жағдайда жасалынады. Не үшін бадамша бездерін операциямен алуға болмайды? Себебі бадамша бездері қорғаныш қақпасы болып саналады, яғни ағзаға инфекция түсуінің алдын алады. Бадамша безінде иммунитет жасушалары өндіріледі, онсыз иммунитет төмендейді. Инфекциямен ауру жұқтыру қаупі жоғарылайды және операцияның жүрекке, бүйрекке кері әсері бар. Операциядан кейін аллергиялық аурулар пайда болу мүмкіндігі де бар. Операция антибиотик орнына қарапайым әдістермен емдеуге тырысыңыз. Емдеу жолдары: бірінші, иммунитетті жоғарылатуға тырысыңыз. Сұйықтықты көп ішіңіз. Жылы су 1-1,5 литр су ішіңіз. Тәтті сусындарды шектеу керек, себебі тәтті бұл микроорганизмдердің қоректену ортасы болып табылады, сондықтан шектеу керек. Егер жиі ангина, созылмалы тонзиллитпен ауыратын болсаңыз, стоматолог дәрігеріне қаралу керек, себебі ауыз қуысындағы инфекциядан да болуы мүмкін. Енді ең жақсы әсер ететін препараттар ол йодинол, хлоргексидин болып табылады. Йодинолды қалай қолдану керек? 1 қасық йодинолды 1 стакан қайнаған ыстық сумен араластырып, бір күнде 3-4 рет ауызды шаю керек. Емдеу ұзақтығы: егер сізде жедел ангина болатын болса, 3-7 күн. Көбінде алғашқы 2-3 күнде ем эффективті болады. Тамақты шайғаннан кейін 15 минутқа дейін тамақ қабылдауға болмайды. Егер созылмалы тонзиллит болатын болса, ол кезде емдеу ұзақтығы 7-10 күн. 5 жастан асқан балаларға қолдануға болады. Бұл дәріні 2-3 аптадан ұзақ қолдануға болмайды, себебі йод қалқанша безіне әсер етеді. Егер сізде қалқанша безі аурулары болатын болса, тиреотоксикоз, аутоиммунды тиреоидит, жүктілік кезеңі немесе бала емізетін әйелдерге қолдануға болмайды. Мұндай жағдайларда хлоргексидин қолдануға болады. Хлоргексидинмен емдеу ұзақтығы 4-5 күн және бір күнде 3-4 рет тамақты шаю керек. Бұл аурудың психосоматикасы: бұл аурумен әйелдер мен балалар ауырады. Себебі баланы ұрысқан кезде бала ренішін шығара алмай, яғни эмоцияны шығармаған кезде болады.